Кейбір сопылардың пірілері ғажайып кереметтер жасайтынын бәріміз де білеміз. Олар халықты өзен жағалауына жинап, кейбір сиқыр әрекеттерден кейін өзенді кері бағытта ағуына мәжбүрлейді. Осыны көрген білімсіз надан адамдар сопыны шын мәнінде де өзенді кері бұрып ағызды деп сенеді де, оның үстіне өздері ойлап тапқан өзге өтіріктерді қосып, халықтың арасына осындай ғажайып кереметтер туралы ертегілерді таратып жібереді. Бұл не сонда? Ештеңе емес. Жындардың істеген істері. Сопылардың пірілері жындармен бірігіп жұмыс істейтінін көпшілік біле бермейді. Сопылар тек қана жындардың қатысуымен ғана кереметтер көрсете алады. Жындарсыз олар жай адамдар сияқты ештеңе істей алмайды. Жындар жиналған адамдарды гипноздайды. Адамдар жаппай психозға ұшыраған кезде жындар олардың көз алдына әртүрлі елестер көрсетеді. Мұны галлюцинация деп атайды. Сол сияқты мюриттер өз ұстазына, піріне қолын бергенде олар да жындардың қатысуымен екіқсызға ұшырайды. Пірден шынымен аса қабілетті бар деп ойлайды қателесіп. Бұл кезде сопының бас жыны басқа жынды мюриттің денесіне кіргізіп, екіқсыз болдыруға мәжбүрлеп, оны билетеді. Дәлел ретінде бірнеше видео ұсынамын. Біреу сопылардан, қалғаны кәпірлердікі. Бәрінде де жындар адамдар есалаң етіп жүр, екіқсызға түсіріп билетіп. Сопыларға тиесілі барлық қасиеттер шын мәнінде тек жындарға ғана тиесілі. Сондықтан сопылық бұл шайтанның жолы. Сендер пірлермен жындардан қорыққанша бүкіл әлемді солармен қоса жаратқан жалғыз Аллахтан қорқып, өздеріңді жаһанамның отынан құтқарыңдар, о сопылар.